21 наурызда Астанада өтетін өнер барысы сайысында боз кілемде бағын сынап аламанға түсер жүйріктеріміздің бірі танымал блогер, журналист, талантты актер Ардақ Байғабыл, лақап аты Қабанбай. Кимононың кию әдісі де бар өзі. Қазақ күресінде мынандай суырмалары бар, осының ішінен кіргізеді. Ол белдіктің шығып кетпеуіне жақсы да. Дайын ба, осылай сәл бір қысасыз. Мұнда мен бір апта үйрендім осы киюді. Егер де тура осы әдіспен байлайтын болса, бұл босамайды. Тура осы күйінде қала береді. Ардақ бүгінгі күнін жаттығу залынан бастаған. Тәжірибесі мол, тәлімді жаттықтырушысының қол астында ептілігі мен шеберлігін шыңдап, жаттығып келе жатқанына 2 айдың жүзі болған. Бауыржан Момышұлы, қорқпайтын адам жоқ, нағыз қорқпайтын адам болса, онда ол не ақымақ болу керек дейді, ақылы кем. Кез келген адам қорқады. Бұл енді дода болғанымен ойын дода ғой, былай айтқанда. Арадан ішінде әр нәрсе бар, сосын күш атасын танымайды. Ардақ 90 келілік салмақтағы білек күші бұлқынып, қарсыласының жігерін құм қылар апайтөс алыптардың бірі. Қарсыластарының да оңай болмасын түсінген ол, күнделікті артық салмақ ашы терден арылу үшін жан аямай жаттығу үстінде. Захваттан бастап. Дұрыс. Ардақты дайындап жатырмыз. Қазір Ардақ жаттығудан қалмайды. Уақытысымен келеді, уақытысымен кетеді. 80% Ардақ жарысқа дайындап айтсам, артық айтпаған емеспін. Ерен жүйріктей бұл жарысқа әбден жараған Ардақтан боз кілемдегі қарсыластар да зор үміт күтеді. Ардақ ағамыз мықты негізі. Залда жақсы әдіс-тәсілдер бар, өзінің мықты күші бар дегендей. Алла бұйыртып 21 күні өтетін өнер барысында бірінші орындарына тілектеспін ағамыздың. Мен өзім негізі таеквондомен айналысқан, бокспен айналысқан бала кезімде. Боз кілемге шығар жүйрікті баптап жарату оңай емес, жігер мен қайрат, біліктілік пен шеберлік. Бұл жолы Ардақты жеңіске бастары сөзсіз. Өз басым шынды айтайын, қорқытқан жоқ. Астана қаласында өтетін 21 наурызда өнер барысында Ардақ ағамызға жеңіс!